Саламатсыздар ма, болашақ магистранттар? Бүгін сіздерге ағылшын тілінің грамматика бөлімінен тест. Бүгін көбірек тоқталатынымыз ағылшын тіліндегі райлар, яғни қалау рай, шартты рай, сондайлардың бәріне бір-бірінен тоқталып шығамыз. Кәнекей, тестімізді бастайық онда. Бұл жерде қандай да бір Мозарттың туылған жылын берілген. Ал бізде интеррогатив мод не істейді? Интервью, бір сұрақ, қандай да бір нәрседен сұрайды. Ал сабжектив мод болатын болса, бұл болынбаған нәрсе, бір қалау, сондайға келеді. If, would, осындайларда болады. Ал императив мод болатын болса, сіз қандай да бір адамға бұйрық білдіресіз. Мысалы, take it, алып кет. Болмаса, сөйле. Осындайға келеді. Ал индиктив мод болатын болса, бұл индиктив мод болатын болса, қандай да бір нәрсенің болғанын баяндап береді. Бір нәрсені айтып береді сізге. Сол үшін ал енді тестімізге оралсақ, бұл жерде тек қана бір нәрсені хабарлап тұр. Яғни Мозарттың туылған жылын хабарлап тұр. Сол үшін Д ответіміз тура. Ал индиктив мод жерде не істейтін болды? Индиктив мод қандай да бір нәрсені хабарлайды. Яғни мен кеше өте қатты шаршадым дейді. Ал if болатын болса, және wish болатын болса, онда ол сабжектив мод болады. Яғни қандай да бір нәрсенің қалағанын, бір нәрсенің болмаған жағдайда айтатын нәрсе. Не жерде деген бұл сенің өткен шағы, яғни болып кеткен шақ. Ал мен сені кеше көрдім дейді. Қайдан? Парктан. Сен бос орын не жерде? И бір кітап. Ал А вариантымызды талдамас бұрын уазға не жалғанатынын біліп алайық. Уазда I, he, she, it болып жалғанады. Өтіп кеткен шақта. Бұл жерде you кеп тұр. Көрдіңіздер ма? Онда бұл келе ме? Келмейді. Ал where болатын болса, бұған сабжект қандай жайлар жалғанады? We, you, they. Яғни бұл жерде Б ответіміз келіп тұр. Ал аста қарасақ, ол қазіргі болып жатқан шақта. Бірақ біздің басты сөзіміз не деп тұр? Өтіп кеткен шақта айтып тұр. Сабжектив мод не істейді? Қандай да бір нәрсе болмаған жағдайда, или болмаса қалауда келсе, онда осыны қолданамыз. Ал тестімізді оқиық. А вариант қарасаңыздар, if деп тұр. Яғни ол болмаған жағдай ғой. Сол үшін А ответімізді талдадық. Ал Б ответімізге келсек, бұл сізге сұрақ беріп тұр. Интеррогатив мод болады. Ал С-ға келсек, бұл жерде стоп дейді, яғни сізге бұйрық білдіріп тұр. Онда императив мод болады. Ал Д болатын болса, тоже екеуі бірдей. Say it дейді. Айт дейді бір нәрсені. Қандай да бір бұйрықты білдіріп тұр. Онда не болады? Императив мод болады. He is the longest. Қандай да бір жұмысшы ең ұзақ жұмыс істеген. Қандай да? Заводта. Ал ондай болса,
ағылшын тілінде мынандай бір қатып қалған сөз бар. Longest serving деген. Бұндай сөздерді мен қазір тесттің соңында қоям. Барлығын көріп шығыңыздар. Бұл ең көп кезігетіндерді осында қойдым. Жалғасты көріп шығасыздар. Yesterday, мынау өткен шақта. Ал later деді. Яғни қандай да бір хатты алған, бір ғана хат. Ал ол қайдан келді? Менің досымнан келген. Ондай болса, алдыменен the артикліне келейік. The артиклінде нендей болу керек? Бір зат, қандай да бір зат жалғыз болу керек. И ол затты барлық адам білу керек. Или болмаса диалогта сөйлесіп тұрған екі адам білу керек. Ал мен мына жерде айттым, yesterday, мен кеше бір хат алдым. Ал енді арт жағына келген кезде ол хатты мен тағы сол хатты айтып жатырмын. Яғни ол бірінші кезде хабарлапсады соны. Сол үшін екінші сөзге келген кезде мен ол хатты айтып жатқанымды білемін. Сол үшін ответіміз тура. Ал қалғандары келмейді. Өткен тесттерде мен барлық қандай жерге ин келетіні, қандай жерге он келетіні, қандай жерге әт келетіні барлығын түсіндіргем. Жыл менен айға келетін болса, онда оның алдына ин артиклі жалғанады. Ал is this book дейді. Яғни мынау сенің кітабың ба? Ал ours болатын болса, ол біздікіге келеді. Yours, your, екеуін парықтай аласыздар ма? Бұның қандай парқы бар екен? Егер your келетін болса, оның артына қандай да бір зат жалғанады. Мысалы, мына жерде book келіп тұр ғой. Ал егер yours келетін болса, онда оның артына қандай да бір зат есім жалғанбайды. Мысалы, мына жерде былай болу керек. Is this yours болып келсе, ондай болса, yours сетуге болу керек еді. Бірақ арт жағында book тұр ғой. Онда тек қана ответіміз тура. Here's келмейді. Сенің басың қалай дейді. Is this better? Алдымен мынаған келейік. Good. Бұл зән жалғанған кезде онда better болады. Ал ол енді ең күшейтіп айтпақшы болсақ, онда best болады. Ал сондай-ақ енді bad бар. Bad зән жалғанған кезде worse болады. Салыстыру түрінде. Одан кейін ең жаман деп айтпақшы болсақ, worst болады. Енді қараңыздар. Is this better? Яғни жақсырақ болып қалды ма? Жоқ, ол жамандырақ. Яғни ответіміз тура. Біз кеше сатып алдық дейді. Мынау өтіп кеткен шақта. Байдың өтіп кеткен шақ. 5 кило сатып алдық дейді. Содан кейін біз тағы да 2 кило сатып алдық дейді. 2 килодан астамырақ. Онда қазір біздің қолымызда қаншалық бар дейді. Яғни 7 кило. Жыл келді алдына. Онда оған не жалғаймыз? Ин жалғаймыз. Ал оның арт жағына ай келді. Айдың қандай да бір күні. Онда біз оған не жалғаймыз? 10 жалғаймыз. Да, ответіміз тура. Мен білемін дейді. Біз есікті құлыптап кеттік. Мен оны қанық білемін дейді. Ал бұндай жерде тағы да
ағылшын тілінің қатып қалған ережесі болады. Мына жерде remember тұр ғой, оның артына ing форматта жалғанады. Енді а менен д-ны шығарып тастадық. Енді б мен ц қалды. Ал бұл жерде тағы мынандай бір ереже бар. To-дан кейін тек қана verb бір жалғану керек еді. Мына жерде ing форматта келіп тұр. Яғни бұны шығарып тастадық. Тек қана бұл жерде бұл ответіміз тура. Қазір мына verb 1 қандай жерлерде келетінін тесттің соңында түсіндірем. Соны сақтап жазып алыңыздар. Бұл өте керек. Look at Tom. Томға қара. Ол немен ойнап отыр дейді? Қайшымен ойнап отыр. Ал ответ келсе has been playing болатын болса, бұл қандай да бір іс-әрекет ұзақ уақыт жалғасып жатқан болу керек. Или болмаса жалғасып аяқтайын деп жатқан шақ. Онда шығарып тастадық. Потому что бұл жерде былай айтады. Look at Tom. Яғни қазір қара деп отыр. Қазір қара десе, онда ц ответті шығарып тастадық. Енді was болды. Was болатын болса, ол өткен шақтағысын айту керек қой. Жоқ, бұл жерде ондай емес. Ол қайшымен ойнап отыр. Яғни қазіргі шақта. Д ответіміз тура. Енді мен мына жерге ең көп кезігетін заттарды қалдырдым. Бұның барлығын скринда алып жазыңыздар. Өте керекті нәрселер. Ал мына жерде менікі, менің дегендер, бұны да қарау керек. Енді мына жерде барда verb 1 дедік қой. Бұл қандай әріптерге келген кезде өзінің бірінші формасын сақтайды. Осын қарап алыңыздар. Бұл ешқашанда өзгермейді. Бұл жерде де сондай verb 1 формасында қалады. Ал мына жерде verb өзгереді ing форматқа. Мына жерде мысалы биға жалғанып тұр ғой. Биға бір study деген сөзді алып айтатын болсақ, ол биға жалғанған кезде арт жағына ing форматта сөз жалғанып кетеді. Яғни мұнан бәрін қарап шығуларыңыз керек. Егер біздің тест ұнаған болса, қасыңыздағы магистратура тапсыра жатқан достарыңызға жіберіңіздер. Және де тестті барлығыңызға сәттілік тілейміз.